Легенданың гримеркасы десем де болады. Көрдіңіздер ғой, бәрін дайындап қойған. Мұнда костюмдері сахнаға шығатын. Апауыр болды. Енді сені сүйем. Японияға келсең, сағынбасып жүр мені үйге. Қандай түйін екенін ше. Апа! Ай, қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Жақсы, жақсы. Қалай дұрыс па? Қалай дұрыс па? Настроен дұрыс. Бол, сәт біліп қалам. Сені сүйем. Сәттілік болсын. Жанын ешкім тұра алмайды. сахнаның артындағы атмосфера, міне қанша адамдар қызмет жасауда. Дәл қазір біз Қайрекең шығатын жерде тұрмыз. Сахна, қараңыздар, биіктігі 7 қабатты тұрғын үйдің биіктігімен бірдей. Ойлаңыздаршы, бұны қанша уақыт бойы құрды. Барлық оборудование Қайрат пен Астана ойнағаннан кейіннен бастап құрай бастады. Кеше ғана түнде бәрін құрап бітті. Ал енді бүгін нәтижесін бірге көреміз, бірге тамашалаймыз, бірге тыңдаймыз. Қайрекең үлкен командамен халықтың алдына шыққалы тұр. Естідіңіздер ғой, кеттік. Разогрев болып жатыр. Я узнала, действительно, я там сидела, я сюда пришла, да. Ай, Полина! Супер фан-зона, ар жағы фан-зона. Бұл жерге адамдар әлі жиналуда. Вау! Супер. Прям у мировых звезд таких даже не бывает. Ты там взяла, да? Да, там прям достают классно. Классно? Там и игры проводят, ну прям супер для народа, вообще мощно. Что? Штаг организация, молодцы. Атмосфера супер! Мына жақтың барлығында адамдар уже толды. Мне просто эмоции одни прекрасные. Менің артымда тұрған звук, свет, мына жақта отырған азаматтарға респект просто. Бүгінге келген барша Қайраттың тыңдарманына, халыққа алғысым шексіз. Бүгінгі кеш сәтті өтсін. Енді бұйырса концерт басталады, күтеміз. Мен бұл сәтке ұзақ жеттім. Көп еңбектендім. Аңыз адам, легенда номинациясының егері сахнада. Қарсаңыздар, Қайрат Нұрмұхамедов. Бастаймыз. Жалған құшағыңды маған жая тұр. Жүрек сені сақтай алмадым. Үміт алдадың сен мені, тағы да алдадың.
құрметтеп келген әкесіне қолдап келген апасының қызы Алокаға қошеметтеріңіз қатырақ. Біз қазір араласамыз. Ауырмайды жүрек, сенсіз өткен күндер болмаса. Әкешім, әр кездесу махаббатқа толы. Ты наш вселенский герой. Сіз мен үшін бағдаршамсыз. Сіз мені жауапкершілікке, ер азамат болуға үйреттіңіз. Сол үшін алғысым шексіз. Қайреке, әр адам алдымен Алланың жаратқысы десе, оның маңдайға жазылған тағдыры бары хақ. Сол жазуда сенің миссияң халқыңа қызмет ету деп таңбаланыпты. Ал біз оны құрметпен қабылдадық. Сен шырқайтын әуен ел жүрегіне кептеліссіз бірден жетеді. Себебі сендегі жүрекке әлем сыйып кетердей кең. Ел алдында жүрген азамат болғандықтан халқыңның батасына бөлене бер. Ал балаларың өзіңе қарап бой түзейтінін, жадыңнан ешқашан шығармайтыныңды білемін. Береке, ырысың мен несібең еселеніп, тау тұлға болуыңа тілектеспін. Жұлдызың жарқырай берсін. Балам, мен үшін сен биіксің, жоғарысың. Папа, мега-концерт құтты болсын! Мен махаббат жайлы жақсы ойлаймын. Өйткені маған ұнайды. Бес мыңға алынған әскерлер бүркіттер алдында, көкиттер алдында, көкиттер. Фата-дита. Осымен мега-концерт аяқталды. Барша келген жанға алғысым шексіз, өте энергетикасы мықты болды. Қолдауларыңызға, қошеметтеріңізге, ыстық ықыластарыңызға көп рахмет. Қайрат, ты молодец.